Бүгінгі мәлімдемеміз аутизмге, СДВГ тағы басқа балалардың дамуына қатысты аурулар туралы. Бүгінгі бейнеміз әдеттегідей академик Тұрлыбековтың қарауында дайындалған мәлімет. Енді мақаланы оқып шығайық. Аутизмнан құтылу мүмкін. Аутизм бұл ерте жаста байқалатын күрделі нейродамушы ауытқушылық. Ол келесі белгілермен сипатталады. Бірінші, әлеуметтік қарым-қатынас орнату және қолдау қиындықтары. Бейвербалды қарым-қатынас, басқа адамдармен өзара әрекеттесу қызығушылығының болмауы. Екінші, қайталанатын қозғалыстар, рәсімдер, белгілі бір заттарға немесе қызығушылықтарға фиксация, үңілу. Сезімталдықтың артық болуы. Үшінші, сөйлеу дамуының кідірісі немесе болмауы, тілді түсіну және қолдану қиындықтары. Аутизмнің себептері туралы не білеміз? Мәселе баланың ұрықтану кезінде пайда болады. Баланың анасында ұрықтану кезінде және жүктілік кезінде гипотериоз, жиі айқын гипотериоз болады. Ол балаларға да беріледі. Осылайша балада да гипотериоз туылмай тұрып пайда болып, ол оның ақыл ойының дамуына әсер етеді. Аутизм мидың даму және жұмыс істеу ерекшеліктерімен байланысты. Зерттеулер көрсеткендей, аутизммен ауыратын адамдарда нейрондар арасындағы құрымдармен байланыстарда, сондай-ақ нейромедиаторлардың деңгейінде өзгерістер байқалады. Мұның бәрі қалқанша безінің функцияларын бұзылу және мидың дұрыс дамымауы салдарынан болады. Біз нейрон деген сөзді атап кеттік. Ол не деп сұрасаңыз, оны қарапайым сөздермен түсіндірейік. Нейрон. Мысалы, қаланың үйлері нейрондар болса, ал көшелері нейрондық байланыстар деп елестетіңіз. Нейрондар біздің миымыздың жасушалары. Ал олардың арасындағы байланыстар ақпаратты жеткізуге мүмкіндік береді. Нейрондар біздің миымыздың жасушалары, ал олардың арасындағы байланыстар ақпаратты жеткізуге мүмкіндік береді. Осы байланыстардың арқасында біз ойланамыз, сезінеміз, үйренеміз және әлеммен өзара әрекеттесеміз. Нейрон жүйесі қалай жұмыс істейді? Нейрон жүйесі. Яғни нейрондар жүйе құрайды. Сол жүйенің ішінде нейрондар қалай жұмыс жасайтын туралы қарапайым сөзбен түсіндіріп кетейік. Синапс деген мәселе бар. Синапс деген нәрсе. Синапстармен таныс болыңыз. Екі нейронның кездесіп, қарым-қатынас жасайтын жері синапс деп аталады. Бұл екі үйдің арасындағы хабарламаларды жеткізетін кішкене сыңлауға ұқсайды. Нейромедиаторлармен таныс болыңыз. Нейромедиаторлар не екенін түсіндірейік. Хабарламаны жеткізу үшін бір нейрон арнайы химиялық заттар нейромедиаторларды бөледі. Олар синапстық сыңлауды кесіп өтіп, келесі нейронға жетеді. Оның ішінде электр импульсын тудырады. Үшінші, нейрондардың пластикалық қасиеті бар. Нейрондық байланыстар статикалық емес, яғни бір орында тұратын байланыстар емес. Олар нығая алады, әлсірей алады, немесе тіпті жаңа байланыстар пайда болуы мүмкін. Бұл құбылыс нейропластика деп аталады. Оның арқасында біз жаңаны үйреніп, өзгерістерге бейімделеміз. Нейрондар неге соншалықты маңызды? Бірінші, оқу және есте сақтау қабілеті. Біз жаңа нәрсені үйренгенде миымызда жаңа нейрондық байланыстар пайда болады, немесе бұрынғы байланыстар күшейеді. Ойлау қабілеті. Ойлау, бұл көптеген нейрондық байланыстардың бір мезгілде жұмысын қамтитын күрделі процесс. Үшінші, эмоция білдіру. Біздің эмоцияларымыз да нейрондық байланыстармен байланысты. Әртүрлі эмоциялар әртүрлі нейрон топтарын белсендіреді. Ми аурулары. Альцгеймер және Паркинсон сияқты ми ауруларының көпшілігі нейрондық байланыстардың бұзылуымен байланысты. Соның барлығы қалқанша безге байланысты деп айтып кеттік. Қалқанша безі мен мидың жалпы байланысын талқылайық. Қалқанша безі мойынның алдындағы жақында орналасқан кішкентай көбелек тәрізді без. Яғни мына жерде көбелекке ұқсайтын түрі көбелекке ұқсайтын без мына жерде тамақта тұрады. Ол организмнің көптеген функцияларын, соның ішінде өсу, даму және метаболизмді реттеуге маңызды рөл атқарады. Қалқанша безі тетраиодтиронин, болмаса тироксин, оны Т4 деп атайды, және триодтиронин, Т3 деп аталатын гормондарды өндіреді. Бұл гормондар басқарушы ретінде әрекет етеді, яғни олар барлық дене жасушаларына, соның ішінде ми жасушаларына хабарламаларды жеткізетін маңызды гормондар. Т3 пен Т4 есте сақтаңыздар.
Бірінші, мидың өсуі мен дамуы. Қалқанша безінің гормондары ұрық пен жаңа туған нәрестелерде ми дамуын маңызды рөлін атқарады. Олар жаңа нейрондар мен синапстардың нейрондардың арасындағы байланыстар қалыптасуын ынталандырады. Бұл мидың қалыпты дамуы үшін қажет. Екінші, мидың метаболизміне қатысты нәрсе. Қалқанша безінің гормондары ми метаболикалық процестердің жылдамдығын реттейді. Олар глюкозаны мидың негізгі энергия көзі тұтынуға және жүйке жасушаларының қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті ақуыздардың синтезіне әсер етеді. Ақуыздар жалпы жаңа жасушалар құру және тіндерді қалпына келтіру үшін қажет. Когнитивтік функцияларға қатысты. Қалқанша безінің гормондары когнитивтік функцияларға, соның ішінде есте сақтау, назар аудару, концентрация және ойлау жылдамдығына әсер етеді. Қалқанша безінің функциялары бұзылғанда не болады? Екі ауру пайда болады. Біріншісі гипотериоз, екіншісі гипертериоз. Гипотериозды қарастырайық. Гипотериоз бұл қалқанша без жеткіліксіз мөлшерде гормондар өндіретін жағдай. Қалқанша безі бұл біздің организмді жылытып тұратын пеште елестетіңіз. Гипотериоз кезінде бұл пеш баяу жылдамдықта жұмыс істейді және организмге тым суық болады. Неліктен гипотериоз пайда болады? Оның себептері: ең бірінші, йодтың айтарлықтай тапшылығы, яғни ағзадағы йодтың жетіспеушілігі қалқанша безінің жұмысында ақауларға әкелуі мүмкін. Екінші, аутоиммундық аурулар. Үшінші, қалқанша безін хирургиялық жолмен алып тастау. Қалқанша безіне операциядан кейін гипотериоз дамуы мүмкін. Төртінші, дәрі-дәрмектер. Кейбір дәрілер қалқанша безге әсер береді. Сол себептен олар жұмыс жасамай қалуы мүмкін. Гипотериоздың белгілері қандай? Бірінші, шаршау. Адам жігерсіз жүреді, шаршайды. Екінші, процестердің баяулауы. Яғни пульс баяулайды, дене температурасы төмендейді, ас қорыту баяулайды. Үшінші, салмақ қосу. Тәбеттің төмендеуіне қарамастан салмақ артуы мүмкін адамда. Ісінулер, бетте, қолдарда және аяқтарда ісінулер пайда болуы мүмкін. Тері мен шаштың құрғауы. Тері құрғақ және қабыршақтанып кетеді, шаштар түсіп қалады. Іш қату. Ішектің жұмысы бұзылады. Суықты сезіну, тіпті жылы ауа райында суық болуы мүмкін. Яғни балаларға қатысты мәлімет осы: балаларда гипотериоз бар болса, өсу мен дамудың баяулауына әкелуі мүмкін. Яғни сол мидың дамымауы осы гипотериозға байланысты. Ал келесі ауру гипертериоз. Біріншісі гипотериозды айтып шықтық қой, енді гипертериозды айтып шығайық. Гипертериоз бұл қалқанша безі тым көп гормондар өндіретін ауру. Қалқанша безі бұл біздің организмді жылытып тұратын пеш деп елестетіңіз. Гипертериоз кезінде бұл пеш толық қуатпен жұмыс істейді және организмге тым ыстық болады. Неліктен гипертериоз пайда болады? Ең бірінші бастапқы мәселе йодтың айтарлықтай тапшылығы ағзада. Екінші, сапасыз гормондардың өндірісі салдарынан гипертериоз олардың артық өндірісіне әкеледі, яғни олардың мөлшері көбірек болады. Үшінші, аутоиммундық аурулар. Гипертериоз көбінесе иммундық жүйенің организмнің өз қалқанша безін шабуылдауымен байланысты болады. Қалқанша безінің ісіктері. Сирек жағдайда гипертериоз қалқанша безінің ісігімен туындауы мүмкін. Бесінші, басқа себептер. Кейде гипертериоз қалқанша безінің қабыну процестерімен байланысты болуы мүмкін. Енді қараңыз, гипертериоздың белгілері қандай? Бірінші, қозғыштықтың жоғарылауы. Адам тітіргенгіш, жүйке ұйқысыздыққа бейім болады. Екінші, салмақ жоғалту. Жақсы тәбетке қарамастан, тамақ ішуіне қарамастан салмақ тез азаюы мүмкін. Үшінші, жүректің жиі соғуы. Жүрек жиі және күштірек соғады. Төрт, терлеу. Адам үнемі терлейді, тіпті салқын ауа райы болса да, сонда да терлейді. Бесінші, тремор. Қолдар сәл дірілдеуі мүмкін. Көздің шығып кетуі. Кейбір жағдайларда гипертериозбен ауыратын науқастарда көздің шығып кетуі байқалады. Балаларда гипотериоз ақыл және физикалық дамудың тежелуін тудыруы мүмкін. Аутизммен қалай күресуге болады? Енді ең осы бастапқы мәселеге келдік. Аутизммен қалай күресеміз? Жоғарыда айтқанымыздай, аутизмді емдеу қалқанша безінің қалпына келтіруге байланысты. Яғни аутизмді емдеу үшін қалқанша безін орнына келтірсек, солай емделеді. Егер қалқанша без дұрыс жұмыс істей бастаса, гипотериоз да гипертериоз да жойылады және қалқанша без йод
атомдарын пайдаланып, хлор, бром және фтор атомдардың орнына Т3 және Т4 сапалы гормондарын дұрыс өндіреді. Бұл мидың дамуын жалпы қалпына келтіруге әкеледі. Енді Т3 және Т4 гормондарының не екенін білмейсіз бе? Біз оны түсіндіре кетейік. Қалқанша безіндегі организмдегі көптеген процестерді реттейтін ерекше гормондарды өндіретін кішкентай зауыт ретінде елестетіңіз. Бұл гормондар трииодтиронин Т3 және тетраиодтиронин Т4 деп аталады. Олар бүкіл организмге маңызды нұсқаулар жеткізетін кішкентай курьерлер сияқты. Бірінші, Т3 трииодтиронин. Бұл екі гормонның ішіндегі ең белсендісі. Оны тапсырмаларды тез орындауға кірісетін жылдам және жігерлі курьермен салыстыруға болады. Екінші гормон Т4 тетраиодтиронин. Бұл гормонды тапсырмаларды орындамас бұрын қоймаға жеткізетін баяу курьермен салыстыруға болады. Онда олар Т3-ке айналып адресатқа жеткізіледі. Бұл гормон тироксин деп те аталады. Т3 және Т4 гормондары қалқанша безінің гормондары деп те аталады. Енді сол Т3 пен Т4 тағы да қандай функцияларды атқарады? Бірінші, зат алмасу. Олар метаболизм, отын жаққандай организмнің калорияларды жағу және энергия өндіру жылдамдығын реттейді. Екінші, өсу және даму. Т3 және Т4 гормондары әсіресе балалардың өсуі мен даму үшін, сондай-ақ ересектердің органдарының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін маңызды. Үшінші, дене температурасы. Олар дене температурасын реттеуге көмектеседі, оны оңтайлы деңгейде ұстайды. Төртінші, жүрек қан тамыр жүйесі. Гормондар жүрек соғу жиілігіне және қан қысымына әсер етеді. Яғни адамда қан қысым орында болмаса, соның барлығы осы қалқанша бездің себебі деп таныңыз. Бесінші, жүйке жүйесі. Олар мидың дамуы мен жұмыс істеуіне маңызды рөл атқарады. Т3 гормоны немесе трииодтиронин өз молекуласында 3 йод атомын қамтиды. Яғни 3 деген 3 деген сөз, йод деген йод, тиронин ол гормонның аты. Сол себептен трииодтиронин деп атайды Т3. Бұл йод атомдардың саны оның атауында көрсетілген. Трииодтиронин, жаңа айтып кеттік, 3 деген 3, йод деген йод. Енді Т4 гормоны тетраиодтиронин. Тетра деген сөз 4, йод деген йод, тиронин ол гормонның аты. Яғни тетраиодтиронин ол да йод қамтитын гормон. Екеуінің Т3 пен Т4-дің айырмашылығы. Йод атомдарының саны жоғарыда айтылғандай, Т3-те йодтың 3 молекуласы бар, ал Т4-те йодтың 4 молекуласы бар. Белсенділік, мысалы Т3 гормоны Т4 пен салыстырғанда гормонның белсендірек формасы болып табылады. Яғни Т3 белсендірек болады. Ол организмдегі метаболизмге жылдамырақ және күшті әсер етеді. Түрлену, яғни түрін өзгерту. Т4 организмнің тіндерінде бір йодтың атомын жоғалтып Т3-ке айналады. Сол екі гормон не үшін қажет? Ең бірінші зат алмасу, екінші өзара әрекеттестік. Т3 және Т4 гормондар организмдегі барлық бүкіл 100% процестердің нәзік реттелуін қамтамасыз ете отырып өзара әрекеттеседі. Сол Т3 пен Т4 қалай жұмыс жасайды? Қалқанша бездің гормондары организмнің барлық жасушаларымен әрекеттеседі. Тағы да айтып кетейік, барлық жасушаларымен әрекеттеседі. Яғни бүкіл денеге әсер береді. Олар жасушалардың бетінде орналасқан арнайы рецепторлармен байланыс сигналды ішке жеткізеді. Яғни жасушаның ішіне сигнал береді. Бұл сигнал жасушаның жұмысындағы өзгерістерге әкелетін реакциялар каскадын бастайды. Яғни бірінен кейін бірі бір реакциялар бастайды. Т3 және Т4 гормондардың оркестр дирижерімен салыстыру олардың организмде ең маңызды рөлін бейнелейтін өте сәтті метафора. Неге осы дирижермен салыстыру дәл келеді? Көптеген процестердің үйлестірілуі. Дирижер оркестрдегі әрбір музыканттың жұмысын үйлестіретіні сияқты. Міне сондықтан гормондар Т3 және Т4 дирижерімен салыстырғанда дәл келеді. Олар шынымен де ағзадағы көптеген процестердің маңызды реттеушілері болып табылады. Олардың жұмысын үйлестіріп гомеостазды қамтамасыз етеді. Енді сол аутизмнен арылу үшін қалқанша бездің жұмысындағы мәселелердің арылуға байланысты екенін түсінесіз. Ал ол үшін йод қажет. Йод неге қалқанша без гормондары үшін соншалықты маңызды? Гормондардың құралымы. Бірінші, йод атомдары тетраиодтиронин немесе Т4 және трииодтиронин немесе Т3
гормондарының құрылымының ажырамас бөлігі болып табылады. Яғни йод болмаса мына гормондар жоқ болады. Гормондардың белсенділігі. Йод қалқанша без гормондарына олардың биологиялық белсенділігін береді. Гормондардың синтезі. Қалқанша безі Т3 және Т4 гормондарын синтездеу үшін тағамдағы йодты пайдаланады. Ал тағамда йод аз болса, оны біздің нанойодпен орын толтыруға болады. Қазіргі медицина аутизмді емдеуге қауқарсыз деп айтады, ал біз шешімі бар деп айтамыз. Яғни аутизм емделеді ағайын. Соны сүйіншілетіп таныстарыңызға айтыңыз, кімнің балалары аутизм болып барып жатса, сол адамдарға тезірек жеткізіңіз бұл мәліметті. Біздің нанойодты қабылдай отырып, сіз ағзаңызды йодпен қамтамасыз етесіз және қалқанша бездің жұмысын қалпына келтіресіз. Бұл өз кезегінде Т3 және Т4 гормондарының қалыпты өндірілуіне әкеледі, ал бұл аспект мидың жасушалары мен тіндердің регенерациясына, мидың толық қалпына келуіне әкеледі және аутизм біртіндеп жоғалады. Бізде сәтті нәтижелер бар, тәжірибеміз бар. Біздің нанойодты бұл жағдайда 500 мг көлемінде қабылдау керек. Бұл аш қарынға тамақтануға дейін 30 минут бұрын суменен араластырған бір шай қасық ұнтақ, яғни ұнтақтағы нанойодымызды сатып алуымыз керек ол үшін. Осы бейнеден кейін бір ана баласы аутизммен ауырған, сол ананың пікірін қалдырамыз осы бейнеде. Және сол баланың аутизм деген ауру қазір жоқ деп мәлімдеді академигіміз. Сол енді нанойодты алу үшін болмаса кеңес консультация алу үшін біздің телеграмдағы нөмірге хабарласыңыз. +7 777 055 44 00. Болмаса бірден сол нанойодымызды сатып алам десеңіз, біздің сайтқа барыңыз www.yod.kz. Ал сау саламат болыңыздар. Бұл бейнені таратыңыздар ағайын. Бұл бейнені ағайын таратыңыздар. Алғысым шексіз осы Возрождение йод өнімін шығарған дәрігерлерге, профессорларға. Себебі менің ұлым 8 жаста, ұлыма аутизмнің жеңіл түр формасы диагноз қойылған. Осыдан 2 ай бұрын біз Возрождение супер порошогын қолдана бастадық, ұлыма бере бастадық. Нәтиже өте керемет деп айта аламын. Баламда развитиесі өте тез дами бастады. Коммуникация пайда болды, қорқыныштары кетті, ұйқысы жақсарды. Жалпы көп жақсы нәтиже көріп жатырмын. Оны қалай байқадым мен? Әдетте жаңағы аузына көп герпес шыға беретін. Сол басылды. Бала өздігінен басқа балдармен ойнайтын болды, сөйлейтін болды, сұрақ қоятын болды. Көп нәрсеге мән беріп тыңдайды. Былайша айтқанда, үйден шықпайтын балам көшеге көпшілікпен араласуға өзінде ұмтылыс пайда болып жатыр. Сонымен айтарым, бұл препаратқа көңіліміз қатты толды. Себебі осы дәріге дейін біз шетелдің қанша маманына көрсеттім, қанша білім алдық, қанша ем алдық, бірақ дегенмен өте баяу болатын. Кейде поведениесінде откаттар да болатын. Бірақ шүкір осы дәріден кейін откат өте аз, қазір жоқ десем де болады. Наоборот, развитиесі алға қарай